Міне жол жүргізушілері. Сонда да еліміздің тәуелсіздігі құтты болсын, ардақты ағайындар. Біз кешімізді одан жалғастырамыз. Алдарыңызда театрымыздың тағы бір талантты актері, қарсы алыңыздар. Биылғы жыл үздік актер номинациясын жеңіп алды. Қайрат Әділгерейұлы. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, кеш жарық Астана. Мереке құтты болсын. Осы Астанаға келген сайын басында бір приключение болады да отырады. Бағана есік алдында тұрсам бір қыз көріп қалды да мені. Сіз дейді. Сіз дейді. Шошып кеттім құрсын. Салып қалатын сияқты бірді. Иә, мен құрсын, не болды? Ағай, сізде фотоға түсуге бола ма деп. Бір жағынан приятный екен, танып фотоға түскенде чик-чик фотоға түсті. Рахмет аға, үйге барғасын айтамын ғой, Ақылбек Жеменеймен фотоға түстім деп дейді. Сасқаннан ай жерде қызыл өрік айтып кетіппін ғой. Осы қыз до конца сеніп кетсінші Ақылбек екенім деп. Неше түрлі қызықтар болады енді. Өткенде де бір қыз айтады, ағай, сізбен фотоға түсуге бола ма деп. Давай түсейік. Менде сотка жоқ дейді. Енді не істейін сен? Сіздікімен түсейінші деді. Давай дедім. Чик-чик фотоға түсті. Рахмет ағай деді, кетіп қалды. Сотка менікі. Өзім ойлап қойым, ана қызды қайдан көремін, мына фотосын қалай беремін деген сияқты. Өзі неше түрлі қызықтар болады енді. Биылғы келіп жеткен қазақ еліміздің 25 жылдық тәуелсіздік мерекесі құтты болсын ағайын. Енді мен көбіне әйел адамдар туралы айтам, әртүрлі тақырыптарды қозғайым. Биылғы тақырып, конечно, очень сложно. 91 жылы, біздер тәуелсіздік алған жылы, өте қиын қыстау заман болатын. Жұмыс жоқ, жағдай жоқ, адамдардың еңсесі түсіп қалған. Көп ер азаматтар бұрыш-бұрышта 5-6 қосылып ішетін. Өтірік емес қой енді. Мен де сол кезде ішетін деп айтайын десем, 6-дамын. Ойнап айтам. Сол кезде қазір ондай адамдар жоқ. Қазір ішетін уақыт жоқ қазір. Біз дамып жатырмыз. Қазір 5-6 жігіт наоборот бір жерде отырады да, давай объем бар ма? Бір жерде тендер ойнайық, сындырайық, шапкасын лақтырамын деген әңгіме сияқты кетіп жатады. Бұрындары қатты ішетін. Жалпы өзі ішетін адамдар екіге бөлінеді. Салынып ішетіндер, сосын анда-санда той-томалақта ішетіндер. Ішпейтіндердің өзі екіге бөлінеді. Қойып кеткендер, сосын емделгендер. Емделгендердің түрлерін көрсең тойға кіріп келатқан. Бетіп келатады, арақты көріп қалады столдың үстіндегі. Шошайды кәдімгідей. Жаман түс көргендей. Әйеліне қарайды сосын. Әйел дух беріп қояды, қорықпа сен ол арақтан. Өзіңді биік қой арақтан. Давай, достойын өтіп кет қасынан деп. Ана өтіп кетеді дейді. Тойдың аяғында ем жайында қалады. Мен бір түсінбейтін кейбір ағаларымыз ішетті, түнімен ішетті, таңертең тұрып алғандағы айтатын әңгімесі. Салаттан болды ау деп қояды. Сонда да арақтан көрмейді ғой, Алла. Біреулері бар, түнімен ішетті, таңертең оянады, басы ромашка. Не өкіп бітті кеше. Үйге қалай келгенім есімде жоқ деп қояды. Сол кез айтатыны. Мен вообще бір түсінгенім, просто араластырмау керек екен деп қояды. Сонда да ішпеймін деп айтпайды ғой арақты. Алла. Мен бір байқағаным, мас адамдар жүріп баратқан пойыздың ішінде спокойно кетіп батады бүйтіп. А сау адамдар наоборот. Мас адамдар осы кетіп барады. Арақ деген адамдарды өзгертеді, страшно өзгертеді. Жуас адам сөйлеп кетеді өзімен өзі, момын адам. Қояншық адам наоборот момын болып қалады. Жуас адам, қайсыңдар әдісі? Ішіп алғансың ба дейді, сразу біліп қояды. Өзінен біледі де оны ішіп алса сөйтіп сөйлейтін. Мен бір нағашым бар, ішіп алса Алла сақтасын. Бүкіл үйді аралайды, ағайын тумады. Самат нағашы ішіп алған кезде бәріміз бір-бірімізге звондаймыз. Ана Самат ішіп алыпты ғой, сендерге барған жоқ па? Кеше Жамиғаны кімде жүреді деп. Есік кілттеп аласың, ұрып жатқан адам ұқсап. Оның қатысқанның зиян жоқ. Өзінің тамағымен келеді. Қайта сол келгенде күшті болып қаламыз. Шоколад бірдеңе жеп қаламыз енді. Біз бала ғой. Дастархан жайытты, отырып алып жылайды да отырады. Баяғы әкесінің өліп кеткен ағасы 34-ші жылғы. Соны еске алып жылайды ғой. Мен Жұмағұл деген ағам болғанда мен бұндай болмас едім. Қасында жеңгем жылап отырады. Ол неғып жылап отырған Құдай біледі.
Жұмағұл болса не қалайды ол өзіне арақ төлеген адам дедім ба. Мысалы кейбіреулер бар, іші баса болды, мамасыз дейді. Тойып алады да звондайды. Алло, мама, мен сені жақсы көремін, мама. Ана шошып кетеді мамасы. Не болды қосын? Қайдасың сен, не істеп жатсың деп кәдімгі. Мен жездем бар, сау кезінде сараң. Шық берме шығай бар. Ішіп алама ақ көңіл. Ішіп алған кезде апам өзі звондайды, әпкеміз. Ей, жезделерге ішіп алып келіңдер, шаруаларды үйлестіріп алыңдар. Сразу жүгіріп барасың. Ақ жезде 200 мың теңге берші. Мә, алып кете бер дейді. Рахат шаруаң бітіріп аласың. Мен бір түсінгейтінім, даже кейбір жігіттер заказ береді ғой кафенің өзінде де. Так, нешеміз, 100 граммен тартып жібереміз, давай. 200 грамм берші қасындағы. И, аз емес па дейді. Онда 400 грамм, и көп қой десе. Давай, бір шөлмеге алсай, қалса қалады ғой деп қояды екен. Кейбіреулер бар, мысалы, біреу тамақ пісіріп береді, жеңгеміз, күшті сорпа кәдімгідей, күшті піскен сорпа, сорпадан ішсе, ой, жеңгем, мына сорпаң күшті кәдімгідей, бір шөлмеге ашық қойып ішетін сорпа екен деп қояды. Просто сорпа жеуге болмай ма деймін бе? Біреу табиғатты көрсе, тауды көреді, андай, көл, күшті жасыл поляны, газон, ой, мына табиғатты қарашы күшті екен, шашлык пісіріп, бір шөлмеге ашық қойып, демалатын жер екен дейді. Просто таза ұрыстығы болмай ма деймін бе? Бізде мысалы көршілер болатын, мен этаж үйде тұратын, 5 этаждың 2-ші этажында. Аулада болатын сондай арақ ішетін 5-6 орыстар. Сол мамам ұрсып қуатын таңынан кешкенде. Неғып отырсыңдар, кетіңдер, кетіңдер деп кәдімгідей. Түстен кейін өзі базардан кейін келеді, бір ауыр зат, оның бірдеңе алып береді ғой секер. Аналарды іздейді. Құрғырды осы жерде жүруші еді, қайда кетіп қалған, керек кезде таппайсыз қосылады деп кәдімгідей. Ананы тауып алады да бір шөлмек беріп кіргізіп жіберсей, анау сол кезде звезда, апа, 2 шөлмек бересің. Баяда мен тентек болсам, маған қорқытатын. Дядя Коляға айтам, дядя Коляға айтам, мас дядя Коля келеді деп. Қорқатым кәдім, танымаймын ол дядя Коляны. Мен келетсем, дядя Коля мені көріп қашады. Наоборот да. Сондай қызықтар болған. Мысалы, мен ойлаймын, жалпы бұл арақты ішіп жеңген адам жоқ бұл өмірде. Мен ойлаймын, арақты жеңетін иман ғана. Имандарыңыз мықты болсын. Рахмет. Мерекелеріңізбен. Қайрат Әділгерейұлы. Рахмет. Қайратқа енді тақырып берейік. Қандай? Табиғат, цирк, Ойбай қасқа. қыз ұзату, Ойбай қасқа. айфон, бокс, капуста, Ойбай қасқа. линолеум, Ойбай. допинг. Жақсы. Қайратқа қандай сөздер түсті? Өзің көрдің бе, қай тақырыпты қозғасаң, сол тақырыптағы әңгімелер келіп жатыр саған өзі. Не істеймін аң ба? Табиғат, цирк, қыз ұзату, айфон, бокс, капуста, линолеум, допинг. Ал кеттік дайын болсаң. Табиғат. Мен жаз мезгілі болса болды, үстінде аллергия шығып кетеді қаптап. Қызарып, қышиды, дуылдайды жаман. Сол кейде ойлаймын, табиғат таза ауаға жұтып шығайыншы деп, осын кетсінші десем, наоборот бір жапырақты іліп аламды, сол жапырақ вообще қышып жібереді кәдімгідей. Дуылдап, қасый беремін, стуасым, не істерін білмеймін. 3-4 жыл болды. Сон бір күн бір жігіт айтады, сен ана циркке барсайшы деді. Я не істеймін уже десем. Сол цирктағы аюмен бірге аунасаң, жазылады дейді маған. Ойлап қоямын, осы ондайда ем бар ма, Құдай сақтасын. Аюмен барып аунайын десем, аю өзі отыр қасынып. Мен сосын ойладым, ойбай, қалай болады, мынау қасынып отыр, мен кім-кімді емдейді. Қыз ұзату. Сон не керек, ойбай, құрсыш деп аюдан кетіп қалдым да, сосын бір құзатып атырған бір гулянка жүріп атыр екен. Гулянка жүріп атыр екен, гулянка жаққа бір жас шұбайларға бүйтіп жақындап келатым, бүйтіп қасынып ше. Жас шұбайлар шошып кетті, мынау бомж екен деп маған. 1000 теңге берді, бара беріңіз деп қояды. Айфон. Шошып кеттім. Сосын айттым, өзімде бір айфон бар еді, осы мына үстіндегі мына қасып қызыл қылып тастаған ғой. Соны түсіріп инстаграмға салып жіберейінші. Емі бар ма? Көмектесіңіздерші. Хэштег қотыр деп жазып қойғам еще. Я айтып көмек болатын шығар. Бокс. Елден деп. Содан не керек? Өшін бір боксер ағам келатыр екен. Сосын боксер ағам айтты, мен бүйтіп өмір сүргенше ұйықтатып тасташы мені, брат деді. Шаршап кетіп ұстасып жүр. Анау алтта, левый, право, астан, апперкот ұрып еді. Ұйықтап қалдым, сонда да қасынып атырым ғой, ойпырмай. Капуста. Содан маған бір кісі айтты, сен бүйтсейші деді. Капустаны ал, соның бәрін денеңе жабыстыр деді. Жабыстыр, сосын қазанның түбіне жат деді отсың, ойлайтым. Сосын шашлык қылып жіберсе, ойлайтым. Сол капуста бір кішкене ем болып қалды.
шу басылып кәдімгідей Линолеум. болып қалдым. Сол маған біреу айтады, сіз бүйтіңіз деді. Мен енді ойнап айтып жатқан жоқпын. Андай шаң-шаң линолеум бар ғой, соған оранып жатыңыз деді. Сол ана цементтің топырағы ем болады екен деді. Сол линолеум таппаймын, қазір жұрттың бәрінде паркет. Қалай болады, не болады? Допинг. В общем, допингке тойып алдым да ұйықтап қалдым. Рахмет. Рахмет. Қайрат Әділгерейұлы.